Барша көрсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум, армағазақ арнамызға қош келдіңіз. Қазақстанда қыс қалай болмақ? Видеоролик турсында толығырақ мәліметке ие болды қаласаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және подписаться етемелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Ауа райына байланысты жабылған бірнеше өңірлердегі жол қайта ашылды. Кеше ауа райының нашарлауына байланысты тағы 3 өңірге көлік қозғалысы шектелін қойылған еді. Сонымен қоса ауа райына байланысты жабылған бірнеше өңірлердегі жол қайта ашылды. istokroyfot.com сайтында ауа райының тұрақтылығына байланысты бірқатар маңызды жолдар ашылды деп хабарлаған. Бұл туралы Қазавтожол ақпарат хабарлады. 22 қараша сағат 7-ден жағдай бойынша ауа райының тұрақтылығына байланысты республиканың маңызы бар жерлері: Екатеринбург қаласы менен Алматы қаласы арасындағы шақырым, Жібек жолы ауылы менен Қарағанды облысы шекарасындағы участке барлық автокөлік түрлері үшін ашық деп хабарланды хабарламада. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.